Рари. Рар. ма. Аты не бұның? Р-А-Р-Е ғой. Spring water. Енді произношениесі әртүрлі бола береді ғой. Армянскийде мүмкін басқаша шығар, орысшада басқа деген сияқты. Біздің қазақшаға келгенде раре. Пластмасс мынау. Шыны емес. Мынау бар ғой су. Мен қазір ұстап тұрған су. Өмірде бірінші ең қымбат су ұстап тұрмын мен қазір. Мынау бір бутылкасы 8.000 теңге тұрады. Вау. 0,5 ба? Иә, 0,5. Не деген су? Ашпай қояқ та? 8.000 теңге. Ашпай қояқ та? Ана нелер сияқты қымбат вино сақтағандай сияқты. Енді көрініп тұр, голограмма мен, кәдімгідей как положено бәрі. Как положено. Так, мынандай тілді мен білмеймін. Мына жерде жазылған. Армянский тіл ғой. Натрий, кальций, магний, хлориды. Как обычно. Богат минералами. Минералдардың несімен. Ереван. Армения. Ереван, Армениядан шығар екен. Арменияда 8.000 теңгеге су бар ма не? Не Швейцария, не Италия, не Францияда ешқайсы сондай баға шығармайды. 3.000, 4.400 деп тұрады. Мынау 8.000. Не үшін? Көрейікші, неге ол олай сондай екен, а? Газдалмаған ғой, е? Газдалған. Питьевая вода деп жасына. Негазированная питьевая вода бұл қай жерден алынады екен? Бұл неге соншама ой, қымбат бұл. Ладно, не болса да аша қойшы. Крышкасы көрдім, басқаша. Крышкасы үшін 8.000 теңге дейм ба? Жай ашыла салды, байқадың ба? Жоқ, ішінде бар екен андай. Ал бар екен. Ондай дейм ба? Мен ойлағам, жай ашыла қалатын шығар деп та. Бүйтіп ішуге болады ше? Соған арналған шығар. Ей, дорогой. Блядь, ну жай су. Қай жаққа кетті анау? Ойбай, 8.000 теңгенің 500 теңгесі ішіме кетіп қалды. Қолым дірілдеп жатыр. Ёптыгыдық, 8.000 теңге жай суды. Бұл жай не ғой? Жәркелен су ғой деген. Ба, мен вообще айтудың жөнше, мынандай құтынан саған 8.000 теңге панты қылып алып жүресің да. Осы су үшін керексің ғой. Панты қылып алып жүргеннен бұрын бұны бірінші адамдар білу керек қой. Сен білесің ба ана суды, көргенсің ба сен? Жоқ, бірінші көрдім. Мен де сол. Мен бұны көрсем 8.000 теңге тұрады деп айта алмаймын бұны. Біздің видеороликтен кейін, мына видеороликтен кейін адамдар көретін болса, ёптыгыдық 8.000 теңге. Мүмкін рекламасы жақсы шығар. Мынандай, мен білемін. Тау, су, кафе. Бағасын естіп, ұйқың келіп кетті ғой. 8.000 теңге. Стиль жас қошына деген. Енді не айтамыз? Не айтамыз? Айтатын сөзім жоқ. Менің де сөзім жоқ. 8.000 теңге. Қайда менің 8.000 теңге? Каспий голдыма лақтырып жібер деген сияқты ғой. Айтамын. Осы видеороликтен көрген екен осындай адамды көрсең, айтай, ақымақсың ба, ёпты, ақшаң көп па дейсің ғой. Не мынау деген 8.000 теңге өзің ойлап қарашы. Пластмасс, я бір шыны емес. Бұл кісі шаршап қалған, түрі дегенде өзі шаршап, тек қана бір голограммасына бола, не қылауға болады екен енді. Енді, может быть, какой-то бір жерден, қиын жерден алына ма? QR кодпен қосып көрсейші, мүмкін. Оны кейін көресіз. QR кодпен көрсеңіздер болады, голограммасы бар екен. Сол 8.000 теңге. Жоқ, ойбай. Конечно, категорически алма. Қуасың ба? 8.000 теңге осыны алып. Бізде сендер үшін обзорға алдық та бұл. Жүрегім ауырып кетті. 8.000 теңге. Жарайды. Ұнап жатса лайк қойыңдар, подписацияны басыңдар, комментарий жазыңдар. Дебилсіңдар ма 8.000 теңгеге алып? Жоқ, сендер үшін алдық. Міне мынандай бар болса, біздер біз Қазақстанда бұндай сатылмайды. Біздер арнайы немен сайттан заказ бердік. Алдыртып отырдық. Где-то 5-6 күн ішінде ол келді. 8.000 теңгеге алмаушы едім. Асып кетсе бутылка үшін маған керек, күнде су үшін мынаны құйып алып ішіп жүрем деген үшін максимум 800 теңге берем мен асуға, болды. Максимум. А так 8.000 теңге. Ол ерунда. Мен бір видеоролик көргем.
$100,000 су бар ғой. Специальный кейспен әкеп береді. $100,000 сатып алатын болса, любой Қазақстан болсын, любой жерде точкаға әкеп келеді өзі. Частный рейспен. Обычный су шыныда просто мынау сияқты мына жері неден істелген? Жаңағы бриллиант, платина, болды. Сол үшін $100,000. Масқара. Так что мынау $8,000 ол қасында рөл ойнамай. Әрине, жағдайларың $100,000 су ішетінге дейін жетсін. Әумин. Бірақ онда құрт болмайды. Бірақ олай жұмсамаңыздар. Жұмсаңыз жақсы затқа жұмсаңыз. Маған да жұмсап жүрмін, $8,000 әлі сенбей тұрмын да. Мен де сенбей тұрмын. Шок көзіме көрсетпей, көк қылмай көзге. Погнали. Персиш. Жібересің, короче, французский су. Тоқтасай, көрсетсе халыққа. Ашып болып көрсете беретін. Топовый су. Премиум. Премиальный. 1903 жыл шыққан бұл. Ой, Пере. Врач. Сол шығарған, короче, осыны. Врач шығарған су десең, сенімді су болады. Врач шығарған су. Оған сенеміз. Францияда, короче, дамытып сатқан. Кейін оны британский магнат, миллионер сатып алып, Франция мен Британияда таратқан, дамытқан десек болады. 1992 жылдан бастап швейцарский компания не істей бармыз, детский питание айналысатындар, шоколад шығаратындар, соны солар сатып алған. Бәрін істе сатып ала берген екен де, бағана Тосканан да солай болды. Сонда короче бар. Кет, дәмін көрейік. Газ ба? Ыс, без, ыс. Орташа газданған. Дәм бар, күште бір. Специфический дәм бар. Бағасы қанша? Как обычно, гидрокарбонат, кальций. $1000. Сода, соль. $1000 бағасы примерно. Осыны. За счет бутылки, наверное, да? Наверное. Енді еще несі бар, историясы бар, как-никак. 100 жылдан аса. Көрдің ба? 1903 жылдан бастап жатқан не. Енді бұл көп адамдарға бұл жаңалық емес. Өйткені бұл магазиндерде, полкаларда бар бұл су. Қол жетімді алуға болады. Алып көріп дәмін көреміз десеңіздер болады. Арнайы жаңағыдай біздер кейбір суларды, алдындағы суларды интернеттен заказ беріп, Мәскеуден алдыртқанымыз болмаса, мынау доступный. Алып көрсеңіздер болады. Сынап, тексеріп деген сияқты. Судың эксперттері болса іште. Орташа газданған минеральный, обычный сарыағашқа ұқсайды. Күшті? Кислотный. Есть что-то, бірдеңе бар. Сода. Сондықтан солай. Бутылкасы, бағанағы вообще бутылкалар шыны болған екен, қымбаттау болады. Сосын не да, көп сақталады шыныда. И самое главное, темный көрдің бе? Неге? Өйткені күн сәулесі түскен кезде не алмайды да, бұзылмайды. 0,33, 33 объем. Минимализм, жаңағындай итальянский, жаңағындай тұрған, вообще итальянский судың жаңағы сан бір неметті сияқты аздау. Вообще аз да минимализм несі этикет. Маған мынау эмблемасын атты. П. әрпі. Қазақша орысша әдемі. Фишка болып тұр да. Ұнады ма саған? Ұнады. Маған да ұнады. Болды, осы күннен бастап су ішемін тек қана. Горилла манго ішпеймісің ғой? Жоқ, ішпеймін. Жарайды, рахмет. Мынау ең ескі су. Сан-Пелегрино. Сан-Пелегрино. Бұл енді даже упаковкасынан ақ көрініп тұр. Бұндай сулар кішкентай болады, әрі қымбат болады. Итальяндық су. Италияда шығады екен. Судың құрамында, как всегда, калий, магний, гидрокарбонат, в общем, минералдарға бай су. Мен естуім бойынша көп спортсмендер ішеді, футболисттер ішеді. Мүмкін пайдасына емес, реклама. Может, төлеп қойған шығар. Может, төлеп қойған шығар.
Сондықтан солай бізде сондай мүмкіндік пайда болып отыр. Футболисттер сияқты біз де ішіп көрейік деп елден қаламыз ба? Футболисттерден қаламыз ба? Соны айтамын. Ойналмайтын футболисттерден қаламыз ба? Кеттік. 1889 жылы шыққан. Мынау бар ғой, примерно ең ескі сулар ғой. Давай. Енді айтып отқан жоқпын, именно сол жылдан алып келген су деп. Просто сол жақтан бастап основа. Сол жылдан алып келген су болса, онда масқара қымбат болатын сияқты ғой ол деген. Так, мынау газдалған ғой. Газдалған. Кішкене. Иісі бар ма не? Көрейік те, может, барша. Маған бутылкасын алып тұр. Тамаша, кішкентай не? Компактный. Бутылкасынан ақ көрініп тұр ғой, қағазы мен бутылкасынан көрініп тұр ғой, қымбат екен, прям. Чухаешь. Я дорогой деп тұр ғой. Кішкентай болсанда мен қымбатпын деп. Иә, өтіп кет деп тұр ғой. 5 жұлдыздар не? Медицинский сияқты, типа, сондай бірдеңе сияқты. Мына жерде де тұр ғой мен. Санап тұр ғой, неге 5 жұлдыз. Либо медицина, либо бұл, военный. скорее всего, бұл сол бір қаланың сол жаңағы гербінде ме нәрсесінде орналасқан не шығар. Қатты газдалынбаған. Орташа газдалған. И дәмі де жоқ. Дәмі как будто минеральный. Жаңағыдай явный жаңағы мақтанарлықтай менде міне гидрокарбонатым бар, содам бар деген сияқты. Жаңағы сода ғой гидрокарбонат. Сол құрамында сондай нәрселер бар. Сондықтан менің дәмім сондай деген сияқты емес. Даже содалардың дәмі білінбейді, байқап тұрсың ба? Иә, дәмі жоқ. Обычно сарыағаш сондай сияқты да. Ну типа, бірақ табиғат минералдарға бай деп ойлаймын негізі. Енді түрі айтып тұр. Бай, бірақ вкусын келтірмеген, просто спокойно су сияқты. Тұр дәмі ұнамайтын. Без всякого пафоса ғой. Да, есть, бар. Мықты. Сен деп тұр ғой. Сен, пошелей деген сияқты. Ну, короче. 600 теңге тұрады. 600 теңге тұрады ма? Бағасы 600 теңге тұрады екен, мына жақта жігіттер айтып жатыр. 0,25. Біздің қалтамыздан ақша кеткен жоқ, бірақ енді рахмет жігіттер. Спонсор сайсың. Негізі 600 теңгемен алмайтын. А мне воду без газа. ВОЗ. Что? Ну ВОЗ, знаете? Или Фиджи, если у вас нет ВОЗа. Фиджи деп кеттің саған. Фиджи. Пластмасс. Американский. Вау. 0,5 миллилитр. 0,5 короче. Айтқандай. Не? Бұл да заказбен алынған. Бутылкасы қарапайым. Иә, квадрат қой. Бізде жоқ, таппадым мен. Бұның несі жаман? Прошлое деген сияқты. 76-шы Золотой глобуста 12 миллион долларға реклама алынбақшы болған ба? Сондай несі бар. Сол остров Фиджиде су болмаған кезде олар сондай реклама ақша ұртқан. Сол моментте. Плюс еще бұл қызық болса, неден Википедияны қарап отыр, мынаның Фиджидің несі именно руководство жағынан ба, или өзінің директорлер жағынан ба, или маркетолог ба, как түсінеді. Скандал көп. Айқай шоулар көп, короче, компания болсын. Именно. Қызық болса, неден қарайсыздар? Гуглда. Бізге ол маңызды емес, в принципе, Усик айтып отқанда әңгімеде емес, просто кішкене болса қарадым да, короче. Тарихшы аға ғой. Тарихшы аға. Бұл да бір примерно 90-шы жылдар шыққан су ғой. Қазір ерінбесем, қара жүрейікші. Че там? Жоқ, шынымен, енді дәм дейтін болса, дәм жоқ қой, су ғой кәдімгі. Кәдімгі су. Минералдар бар ма, нелер бар ма, ондай жоқ сияқты, мне кажется. Е? Кальций ғана бар. 96 жыл шыққан. 1996 жыл шыққан. Артезиандық су, жер астынан алынған су кәдімгі. Бұлай жақсы. Бұл қымбат су. 3000 ба, сондай тұрады, примерно. Вики Леву деген артезианский источниктен алынады екен. Фиджи аралынан келген су бұл. Типа, но сөйтіп айтады, бірақ на самом деле там өзінің Американың бір штатынан құйылатын сияқты дейді. Сондай да скандал болған, мына су туралы. Мүмкін. Бұл андай ешкімге ойлап қалмаңдар, бір 15-17-8 жасар қыздардың
бүйтіп инстаграмда түсетін сулардың бірі ғой, типа осылай Иә. анты, түсіндің ба? Иә. А так жай әшейін су. Мағынасын түсінбедім да, бірақ премиум бренд, понты, скандал, золотой глобус и так далее, короче. Енді кәдімгідей қолжетімді су деп айта алмаймын. Күнделікті магазинде сатылатын су емес бұл. Сондай су болып Чисто для тұрып, понта заказ беруге болады интернеттен. Так что солай. Көріңіздер. жоқ, сондай бренд, сондай болып тұрып, дәмі жай, Кәдімгі қарапайым. су, иә. Рекламасы күшті болып тұр. Ну, иә, Рахмет. кеттік. Долбоеб, жай хобби.